Қайырлы күн қыздар, сіздерге 15 минут уақытта дайын болатын өте дәмді сэндвич дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін бүлкен нан және қияр, қызанақ, сыр және жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен нанымызды осылай үлкен етіп бөліктерге бөліп аламыз. Мен бір бөлкен наннан жасадым. Сіздер қалауларыңызша аз немесе көп етіп жасай берсеңіздер болады. Нанымызды турап алғаннан кейін жұмыртқамызды шағамыз. Мен 3 жұмыртқа қолдандым. Бұл бізде бір бөлкен нанға арналған. Егер сіздер азырақ жасайтын болсаңыздар, бір немесе 2 жұмыртқа қолданыңыздар. Енді осы жұмыртқамыздың үстіне тұзымызды себеміз. Жақсылап араластырып аламыз біркелкі болғанша. Негізі сэндвичті тек бұлай жұмыртқаға қуырмайды, бірақ мен өзім солай дәмді болу үшін әрі балалар жесін деп жұмыртқа бір бетіне, нанның бір бетіне жұмыртқаны араластырып пісіргенді ұнатамын. Енді табамызды қыздырамыз, газымызға қойып, мен осындай грильный сковородка қолдандым. Егер сіздерде болмаса, жай сковородка қолдансаңыздар да болады. Енді астына майымызды құямыз. Өте көп құймаймын, себебі мен жұмыртқа нанымның бір бетін ғана пісіріп алу үшін маған осы жеткілікті болады. Сіздерде көп құймаңыздар, себебі өте майлы болып кетеді. Енді осы қызып тұрған табамызға нанымыздың бір бетін ғана осылай жұмыртқамызға малып пісіреміз. Екінші бетін жұмыртқаға аунатып пісірмеңіздер. Бұл бізде сэндвичіміздің ішкі жағы болғандықтан мен осылай ішкі жағын жұмыртқаға пісіргенді ұнатамын. Екінші жағында, екінші бөлігінде осылай нанға малып, жұмыртқамызға салып пісіріп аламыз. Жақсылап қызарғанша пісіреміз. Міне біздің жұмыртқамыз пісіп қалды. Енді ала береміз. Екінші нанымызды да дәл осылай салып аламыз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Барлығына ұнайды, өте дәмді болып шығады. Әрі наныңыз желінбей қалса да, осылай лақтырмай, осылай пісіріп берсеңіз, бірден желініп кетеді. Міне енді біздің жұмыртқамыз пісті. Көрдіңіздер ме, өте қызарып, күшті болып піскен. Енді осы табамызда оттан өшірмейміз, қосулы тұра берсін. Біздің табамыз қызып тұрады. Ары қарай қызанағымызды кесіп аламыз. Барлық жырықтарының барлығын алып тастаймыз. Өте жұқалау етіп кессеңіздер де әдемі болады. Қиярымызды да кесіп аламыз. Мен қиғашынан етіп турадым, ұзын-ұзын болып тұрсын деп. Сіздер де қалауларыңызша турай бересіздер. Міне енді осыны нанымыздың ішіне саламыз. Яғни бір бетіне ғана саламыз. Екі жағына да толтырып салудың қажеті жоқ. Бір бетіне салсаңыздар жеткілікті. Осылай қойып шығамыз. Жұқа етіп турасаңыздар, біздің нанымызда өте әдемі болып тұрады. Себебі қалың етіп турасаңыздар, нанның беті жабылмай қалады. Енді үстіне сырымызды қоямыз. Мен осылай үккіштен өткізілген сыр бар екен, соны салдым.
сіздер кәдімгідей турап төртбұрышты етіп қойсаңыздар да бола береді. Енді нанымыздың бетін жабамыз. Жаңағы қызып тұрған сковородкамызды өшірмеген күйі, сол жерге ешқандай май жақпаймыз. Сол күйінде, құрғақ күйінде осылай пісіріп аламыз. Яғни қоямыз нанымызды, кішкене бір 3-4 минуттай ұстасақ, біздің нанымыз қызарып, озорланып шығатын болады. Үстінен басып тұрамыз, себебі нанға жаңағы қызуы басылып, піспеген жерлері пісіп шығады. Міне осылай қып-қызыл болды. Екінші бетінде аударып, осылай пісіріп аламыз. Жаңағы жұмыртқаға жақпаймыз бұл бетін, осылай пісіріп алу үшін қызарып. Және біздің нанымыз күтірлеп, өте күшті болып тұрады. Барынша қызартып, әдемілеп пісіріп алуға тырысыңыздар. Екінші бетінде дәл солай пісіріп аламыз. Қызарғаннан кейін отымызды өшіре беруге болады. Міне біздің сэндвичіміз осымен дайын. Енді жегенге ыңғайлы болу үшін мен осылай 3 бұрыштап кесіп беремін. Сіздер де қалауларыңызша кесіп балаларыңызға берсеңіздер өте қуана жейтін болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, әрі өте тойымды, өте тез дайын болады. Қараңыздаршы, іші қандай күшті болып шыққан. Ішінде жұмыртқаға ұнатылған ішкі беті, сырты күтірлеп, ішінде сырымыз еріп, өте дәмді болып шығады. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Мені қолдап отырыңыздар. Алдағы уақытта өте керемет, өте пайдалы рецепттер шығарамын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Назым. Барлықтарыңызға ас болсын.